привет! Бүгін мен сіздерге көкжайлауға қалай шыққанымыз туралы айтып беретін боламын. Мына жерде біз сағат обедкі 2-де Магнумға кіріп, барлық заттарды өзімізбен бірге алып, ары қарай шығып бара жатырмыз. Бір күнге қонуымен 20 мың теңгеге 2 адамға тур алдық, және де өзіміздің былтыр заказ берген палаткамызды алып алдық. Одан бөлек бізге бір көрсетілген адреске барып, сол жерден спальный мешок және де астына төсейтін заттар, одан бөлек сумканы да алып алған болатынбыз. Магнумнан алған сухомяткиларымызды салып, заттарымыздың барлығын салып, дайын болып, сақатай сай болып тұрдық. Сонымен Ақбұлақта кездесеміз деген болатын турдың адамдары, бірақ та біз кешігіп барғандықтан сағат 3-те күйеуім екеуміз бірге көкжайлауға қарай көтерілген болатынбыз. Бұл көкжайлауға машинамен көтеріле алмайды екенбіз, тек жаяу ғана көтерілетін болғандықтан осы схема бойынша тек түзу жүріп кете бердік. Алдымызда және артымызда адамдар болды, солармен бірге ілесіп, ары қарай бірінші жол баспалдаққа да келдік. Осы баспалдақты басып өту арқылы біз 1 сағат уақытымызды жұмсадық. Оңай болған жоқ, баспалдақтарды басып өту бірнеше энергияны алатыны рас. Жағымыздағы көріністер өте әдемі, қайыңды ағаштардың жанынан өттік, және де жолдары тегіс болмады. Бір жерлері шиыршықты тастармен болса, бір жерлері топырақты болды. Әртүрлі жолдарды басып өтіп, соңында біз 4 сағаттық жолды өткен болатынбыз. Арасында тоқтап демалып алдық, себебі тоқтамау мүмкін емес те болды. Қатты шаршадық, сондықтан да кішкене демалып алуды жөн көрдік. Демалып алғаннан соң алдыға қарай тоқтамай жүре бердік. Күн шығып тұрса да жан-жағымыздағы әдемі көріністерге тамсанып қарап, одан әрі бір аяқты осындай жолмен жүріп өтіп, күннің батуына үлгерсек екен деп өзімізше тезірек жүріп келуге тырыстық. Арасында тағы да шаршап демалып алған кезіміз болды. Отырып мынадай бір табиғатты көріп, бір демімізді басып алдық. Осылай аман есе 4 сағатта наконец-то деп біз көкжайлауға жеттік. Әдемі күннің батуына үлгердік. Ары қарай таңда ертемен тұрып, таңның атқанын көрдік. Таңғы салқынмен водопадқа барып, су алып қайтайық деп, сонымен водопадқа қарай шықтық. Жолда осындай әткеншек көрдік. Осы әткеншекке отырып, фотоға, видеоға түсіп алдым. Сондай күшті, қалаға қарап отырып, әдемі видті тамашалауға болады. Ары қарай осындай тегіс емес, бұтақты, қорқынышты кішкене жолдармен жүріп, жанындағы сымнан ұстап, жылағым келіп, әрең дегенде төменге қарай түсіп, водопадқа да жеттік. Вау, қандай керемет! Күшті водопад. Осыдан су ішіп, беті қолымызды жуып алдық. Мұздай таудың суы, таза ағынды су. Ары қарай палаткамызға келіп, қалың киімдерімізді шешіп, бетімізге SPF-імізді жағып, тауға қарап, күштілеп, таңғы салқынмен алып келген заттарымыздың барлығын жеп, рахаттанып отырдық. Қазір мен сіздермен көкжайлаудың табиғатымен таныстыратын боламын. Мына жерде көптеген палаткалар орналастырып, адамдар қонған болатын, және де әдемі осындай табиғатты көруге келген қаншама халық болды. Экранның ар жағынан өздеріңіз тамсанып тауға қарап алыңыздар. Барынша түсіргендеріммен бөлісейін. Сонымен аман-есен жайлап-жайлап төменге қарай түсіп, әдемі видті көріп, палаткада ұйықтап, керемет күнді өткіздік. Сонымен үйге қайттық. Осындай әдемі жолдармен. Сіздер де көкжайлауға барыңыздар, өздеріңіздің впечатлениелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып қалдырыңыздар. Всем люблю, пока!